Сәлем достар, бүгін біз котлеттен ерекше дәмді тағам жасайтын боламыз. Міндетті түрде менің арнама лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен тартылған етімізге жұмыртқамызды салып, дәміне қарай біз тұз, бұрыш және қызыл бұрышты салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді қолымыздың ұшымен фаршымызды араластырып, жақсылап бір-бірінен араластырып шығамыз. Фаршымыздың тұзы, бұрышы, дәмі бәрі араласып, бір-біріне дәмі бәрі жақсы болып шығу үшін осылай араластырамыз қолымызбен. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Осы видеода көрсетілгендей. Қолымызбен осылай араластырып, енді фаршымызды осылай ыдысымызға қолымызбен осылай соғып шығамыз. Котлетіміз бір-бірімізге бірігіп, жақсы шығу үшін. Енді дайын болған фаршымызды осылай қолымызбен домалақтап, осылай формаға келтіреміз. Және өз қалауыңызша әртүрлі формаға келтіріп жасауыңызға болады. Маған осы формада өзіме қолайлы болғасын, осылай дөңгелектеп бәрін ыдысымызға салып шығамыз. Фаршымызды бәрін домалақтап, ыдысымызға салып шықтық. Енді қазір начинкасын дайындайтын боламыз. Алдымен жуамызды турап аламыз. Осылай жуамызды әдемілеп, 2 бөлікке бөліп, турап шығамыз. Бізге начинкасына жуа, сәбіз және перецті салып қуырып аламыз. Әркім өз қалауынша начинкасын жасауына болады. Және сәбізімізді осылай домалақтап турап шығамыз. Сәбізімізді турап, ортасынан 2 бөлікке бөліп шықтым. Барлығын осылай бөліктерге бөліп, көбіктеп турап шығамыз. Мен перец қостым. Котлетімізбен, картошкамызбен бірге қуырғанда дәмі шығу үшін. Осылай бәрін турап шықтық. Енді картошкамызды тураймыз. Картошкамызды жуып, қабығын ашып, енді ортасынан бөліп, бөліктерге бөліп шығамыз. Маған осылай қолайлы болды. Ортасынан бөліп, тағы да бөліктерге бөліп шыққан. Піскенде өте дәмді болып шығады. Картошкамызды турап болды. Енді ыдысымызға салып шығамыз. Дайын болған тураған жуамызды қызып тұрған табаға май құйып, қызарғанша қуырып аламыз. Жуамыз қызарып, уже піскеннен кейін сәбізімізді салып араластырып аламыз. Перецімізді де саламыз бәрін. Енді бәрін араластырып шығамыз.
бұқтырып қоямыз енді. Мінекей біздің картошкамызды енді салатын уақытымыз болды. Бана жуамызға томатный пастамызды 2 ас қасық томатный пастамызды салып араластырып шығамыз. Үстіне бана тураған картошкамызды жуғаннан кейін салып шығамыз әдемілеп. Дәміне қарай тұз, бәрін салып шығамыз. Тұзымызды, бұрышымызды бәрін салып шығамыз. Котлетімізді осылай жан-жағына салып, бәрін салып шығамыз картошкамыздың үстіне. Бұқтырып алғаннан кейін қайнап тұрған суымызды үстіне құямыз. Сонда бана біздің томатный пастамен араласқан жуамызбен бәрі күшті болып шығады. Дәміне қарай тұз, бұрышымызды бәрін салып шығамыз. Мінекей біздің тамағымыз 30-35 минутта дайын болды. Картошкамыз. Тамағымыз өте дәмді болып шықты. Енді ыдысымызға салып шығамыз. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Бір жасағаннан осылай дәмді болып шығады. Әркім өз қалауынша жасай алады. Міндетті түрде лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ыдысымызға, тарелкамызға бәрін осылай әдемілеп салып шығамыз. Отбасыларыңызға осылай ұсынсаңыздар болады. Мінекей біздің асымыз дайын болды. Мінекей достар, картошкамыз жұмсақ болып пісті. Маған өте қатты ұнады және менің отбасыма.